Енді сұрақ қойыңыз. Всегда былай тұрасың, шамалы тұрайыншы. Сіздің блогыңыз абылай. Семьяны тұрпай. Это не лотерея. Иә, 0-0. Ойын аяқталды. Негізгі уақыт. Енді пенальтилер сериясы. Кім жеңіске жетеді? Бехан, нешеу қайтарасың? Үшеу? Ал көрейік, Бехан нешеуін қайтаратын. Неше сейв жасайтынын. Тобылдың жаттықтырушылар құрамымен ойыншылары. Ал сәттілік жігіттер, удачи. Ал жігіттерге сәттілік тілеп бізде бара жатырмыз пенальтилерге. Ордабасында ойыншыларына сәттілік тіледік. Тобылдың ойыншылары сәттілік тіледік. Екеуі де Қазақстанның командасы. Мынау жеңсін деген менде ешқайсысына бүйрегім бұрмайды. Себебі барлығымызға ортақ командалар. Түркияның төрінде кім мықтыны анықтап жатыр. Ал Сұлтан Бұсырманов, Максим Федин арасындағы текетірес. Штанге тегізіп кіргізді. Ал енді Бекхан барадыр біздің. Бекхан батыр. Элмис Сауди, Эвертон көрген ойынша. Тобылдың сапынан топты бет. Мұна жақта Бекхан Шайзада. Бекхан да доптың ұшу бағытын дәл тапты. Қалай Бекхан? Сәл тепсі балық қайдап, я? Ұппана! Қиыс кетті. Тобыл алға шығып кетуі мүмкін қазір. Бол жеткізді мұна. Жердегі голды көрдіңіздер. Тағы Сұлтан Бұсырманов қазір қақпаға келе жатыр. Есеп айырмасы қысқарды, әлде шанс бар. Ордабасыда. Оппана! Бекхан қайтарды. Есеп тең қайтадан. Всеволод Садовский. Доп бір бұрышқа, қақпашы екінші бұрышқа кетті. Мына Садовскийді көріп тұрсыздар, қазір Бекханға бір мотивейшн беріп кеткісі кеп тұрғандай. Есеп 3-2. Оппана! Бекхан да күліп жүр. Ордабасының сапында да жас ойыншылар топ пенальтиге келді. Қақпашы қайтарып тұреді. Қақпашы қолы тиді Сұлтан Бұсырмановтың, бірақ доп бағытын өзгерместен қақпаның ішінен табылды. Ислам Чесноков, Бекхан Шайзада, Қазақстан құрамасының ойыншылары. Көрдіңіздер, Бекхан салғызбайым деп еді, Ислам алдап соқты. Әзірге есеп тең.
Оппана. Тура бұрышқа кірді. Сұлтан доптың ұшу бағытын тапқанмен қайтарып үлгермеді. Тобылдың да тағы да жас ойыншы істеймін деп тұр. Ұзақ ойланды, ұзақ тұрып қалды Тобылдың ойыншысы. Жас бала, Тобылдың түлегі. Меніңше салатын сияқты қиналмай. Және солай болды ән. Жарайсың, жас болса да бас болып пенальти тепкен ойыншыға дән ризамыз. Мына жақта Тобылдың жаттықтырушылар құрамы дән риза. Оппана. Тағы да гол. Бекхан келеді. Ұзақ ойланды. Бекхан! Сәл-сәл ғана қалды. Ал Ордабасының сапында тағы да бір ойыншы. Мынау екінші таймда аяқ жағында алаңға шыққан қорғаушы. Бойы өте ұзын, маған ұнады. Өте табанды ойнады. Қазір көрейік қалай тебетін. Ойланғанда жоқ, пенальти тебетін. Допты және әдемі тепті. Жарайсың. Ризамын. Әне. Керемет, молодец. Молодейшін. Еркін Тапалов. Еркін тебеді ме көрейікші кәді. Доп тапқа маңдайшасынан қайтты. Және Ордабасы жеңіске жетті. Бекхан! Нормально, не отбил. Міне, қазір ғана пенальти сериясына жеңіске жеткен Ордабасы ойыншылар қуанып жатыр. Олар 60 миллион теңгені қанжығаларына басты. Соның шатаспасам 20 миллионы ойыншыларға бөлініп беріледі ғой деймін. Жаңа Бекханның пенальтилер сериясында 20 миллион жайлы айтып отқан естіп қалдым. Қалай болды ойын? Бекхан! Жарайсың Бекхан. Рахмет үлкен. Енді сұрақ қойыңыз. Енді сұрай бер дейсің. Коллега, поздравляю. Спасибо. Аска, зажигай компанию давай! Нешеу қайтарасың деп сұрап едім ғой. Білдім сен. Сіздің блогыңызға былай. Семьяны түсіріп қояйын. Тамаша. Рахмет, рахмет. Құтты болсын жеңіс. Одевайте кофту, одевайте, пацаны, кофту одевайте. Если я бил, я не забил. Серега, поздравляем. Как настроение? Слава богу, все хорошо у вас. Шахбоз, қалай жағдай? Салам алейкум. Пенальти это лотерея, әлде? Не, это опыт. Как техника, вот это все. Это не лотерея. Қалай пенальти басталған кезде алаңда болсам ғой деп ойладың ба? Я хотел, очень сильно хотел тоже бить пенальти. Ага. Тамаша. Тоже Тобол и наши пацаны очень хорошо пробили. Нам было холодно стоять, вот так ждать, кто же сегодня победит.
Асхатжан, құтты болсын жеңіс. Ал. Біразын пенальти тебуге үйретіп қойыпсың ғой. Иә, жастар молодцы, барлығы. Команда өте мықты ойнады деген ойдамын бүгін енді. Ол тобылда оңай шағылар жаңғалақ емес. Всегда былай тұрасың, шамалы тұрайыншы былай. Жоқ, тұра бер, алыс нормально. Түрім онша емес болып тұрады сол кезде. Бәрі нормально тұр. Ширик тағы. Не, осы ойынның алдында жаттығуда пенальти теуіп дайындалды ма жігіттер әлде? Жоқ, ешқандай дайындалған жоқпыз енді. Бұл турнирге енді как бір жағынан кубок бергеннен кейін бір жағынан ақшалай сыйлығы бар дейді. Сосын жолдастық кездесу сияқты дайындалдық. Енді иншаллах 25-те суперкубокта енді ресми матчта қостанайлықтармен кездесеміз деп ойлаймыз. Былайша жаттығу барысында жігіттермен пенальти теуіп жарысасыздар ма? Ойнаймыз, иә, әрдайым ойнап. Біздің жастар енді тфа-тфа мықты. Мен деп өстіп артымыздан көп келатқан жастар болғандықтан енді оларды да қолдап өстіп сенімді ойын көрсеткеніне қуаныштым. Жаңа Бекхан бір 20 миллион туралы қақпада тұрып айтып тұр, 20 миллион деп. Бұл 20 миллион. Білмедім, түсінбедім. Ол Бекханнан өзінен сұрасаңыз.